Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз тәрбие психологиясы. Бүгінгі тақырыпта келесі сұрақтарды қарастырамыз. Тәрбие психологиясы педагогикалық психологияның бөлімі ретінде тәрбиенің мәні және психологиялық механизмдері, тәрбиедегі семантикалық кедергілер және оларды жеңу шарттары, отбасылық тәрбиенің ерекшеліктері, өзін-өзі тәрбиелеудің шарттары мен әдістері. Жалпы тәрбие жаңа ұрпаққа әлеуметтік тарихи тәжірибені беру жөніндегі қызмет, адамның санасы мен мінез-құлқына, оның дамуына, қоғамдық өмірге және өнімді еңбекке дайындығы үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін нақты көзқарастарды, ұғымдарды, принциптерді, құндылық бағдарламаларын қалыптастыру мақсатында жүйелі және мақсатты әсер ету болып табылады. Бұл ең алдымен адамның әлеуметтену процесі, оның өмір бойы жеке тұлға ретінде қалыптасуы мен дамуы, тәрбиелік әсерге әсер ететін факторлар жайында айта кететін болсақ, ол ең алдымен баланың жеке басы мен оның жасына байланысты болып табылады. Және де өзінің құндылықтары, мінез-құлық нормалары және тағы басқаларын жатқызуға болады. Уақыт және әлеуметтік жағдайлар, мұғалім тұлғасы мен оның маңыздылығы, оқушы үшін мұғалімнің беделі. Тәрбие психологиясында келесілерді белгілеп кетсек болады. Тәрбие процесіндегі қызметтің рөлі ата-ана қарым-қатынас ретінде және де ересектердің онымен өзара әрекеттесуіндегі баланың қажеттіліктер жүйесі, берік ықпал ету, балаларды әлеуметтендірудің қиындықтары, психологиялық жарақаттар, субъективті және еңсерілмейтін қиындықтар мен проблемалар ретінде қарастырылуы. Тәрбиенің мәні және психологиялық механизмдері. Тәрбие процесінің психологиялық мәні тәрбиеші мен оқушының өзара әрекеттесуіндегі тұлғаны қалыптастырудың психологиялық механизмдерін зерттеу болып табылады. Баланың әртүрлі жеке психологиялық сипаттамаларына байланысты тәрбиелік әсерін зерттеу. Тәрбиенің психологиялық тетіктерінің негізі адамның мотивациялық қажеттілік саласы ретінде қарастырылады. Мотивациялық салаға әсер ету. Идеалдар даму процесін басқарады және реттейді. Нанымдар өз бағаларын, көзқарастарын және тағы басқа қалыптастыра бастайды. Оны әдеттерді қалыптастыру тәрбие қызметінің тетігі ретінде айқындалады. Адам мінез-құлқының жалпы векторын анықтайтын тұрақты басым мотивтер тұлғаның бағыты. Бағыт түрлері негізгі үш түрге бөліп көрсете аламыз. Ол жеке бағыттылық, ұжымдық бағыт, іскерлік бағыт. Жеке тұлғаны қалыптастыру шарттары. Эмоционалды салаға әсер ету, оқушылардың белсенділігі мен дербестігі, баланың қызметі, күшейту, көтермелеу және жазалау, тұрақты тұлғалық ерекшеліктерді ескеру, уақытынша психологиялық жағдайларды есепке алу және тәрбие әдістері бұл педагогикалық міндеттерді шешу. Тәрбиеленушілердің педагогпен қарым-қатынасы үшін тәрбиеленушілердің санасына, сезіміне, мінез-құлқына әсер ететін нақты жолдары болып табылады. Оларды біз келесідей жіктеп қарастыра аламыз. Сенім әдісі, жаттығулар әдісі, бағалау және өзін-өзі бағалау әдісі, бұқаралық ақпарат құралдары, референттік топтық пікірлері, тәрбиеші мен тәрбиеленушінің бірлескен қызметі, отбасы шеңберінде әлеуметтік тәжірибені беру, халық дәстүрлері, көркем әдебиетті оқу. Тәрбиедегі семантикалық кедергілер және оларды шешу шарттары. Семантикалық кедергі дегеніміз қарым-қатынас кезінде туындайтын түсінбеушілік, қарым-қатынасқа қатысушылар бірдей оқиғаларға әртүрлі мағына беріп, олардың тереңдігіне әртүрлі уәждерді көрсететіндігіне байланысты. Келесі біз оны үш бағытқа бөле аламыз. Бірінші түрі ол бізде мағынаның алшақтығы, талаптың алшақтығына қатысты болып келеді. Екінші түрі мағынаның алшақтығы, талаптың ерекшеліктеріне қатысты. Үшінші түрі нақты адамға қатысты кедергілердің туындауы болып табылады. Отбасылық тәрбиенің ерекшеліктері жайлы айта кететін болсақ, отбасылық тәрбиенің ерекшеліктері оның эмоционалды негізін анықтайды. Негізгі түрлері оларда шынайы немесе сөзсіз махаббат, шартты махаббат және де баланы қабылдамау болып, негізгі біз үш бағытқа бөле аламыз. Тәрбие стилінің параметрлері. Қамқоршылық немесе қорғау дәрежесі, балалардың қажеттіліктерін материалдық, тұрмыстық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандырудың толықтығы, бақылау деңгейі, тыйымдар саны және де талаптардың деңгейі баланың міндеттері мен мазмұны, талаптарды орындамаған және де
тыйымдарды бұзған кездегі санкциялардың қатаңдығына байланысты болып, біз келесідей ата-аналардың балаға деген тәрбиесі кезінде туындайтын түрлі ерекшеліктеріне байланысты осындай бағыттарға бөліп топтастыра аламыз. Сыйлық тәрбие түрлеріне келіп тоқталатын болсақ, оларды біз келесі бағыттарға бөле аламыз. Ол демократиялық, гиперопека, гиперсоциализация, авторитарлық, гипоопека, эмоционалдық қабылдамау. Демократиялық тәрбие кезінде ата-аналардың эмоционалдық негізі ақылға қонымды махаббаты негізінде құралады, және де протекциясы негізі көп көңіл ынтымақтастық негізінде қаланып, қажеттіліктерді қанағаттандыру жеткілікті толық қамтамасыз етіледі. Талаптар ақылға негізделген және де әділ болып келеді. Бақылау және де санкциялары ақылға қонымды қамқорлық негізінде құрылады. Гипоопека кезінде бұл жерде шартсыз махаббат көбінесе эмоционалдық негізге орнайды, және де шамадан артық назар мен қамқорлықты талап етеді. Протекциясы қажеттіліктерді қанағаттандыруы максималды немесе жеткілікті толық түрде орындалады. Ал талаптары мүлдем болмауы мүмкін, немесе тыйым салу кезінде ғана жоқ деген сөздер айтылуы мүмкін. Және де бақылау мен санкцияларына келіп тоқталатын болсақ, олар әлсіз бақылау және де көбінесе рұқсат етулері көп болып келеді. Бақылау мен санкцияларына келіп тоқталатын болсақ, әлсіз бақылау және де көп нәрсеге рұқсат етіледі. Келесі бізде гиперсоциализация. Бұл тәрбие кезінде эмоционалдық негіз ретінде көбінесе шартты махаббат болып табылады, және де протекциясы тәрбиеге көп уақыт бөлінеді. Қажеттіліктерді қанағаттандыруы мүмкін нұсқалар негізінде қарастырылып, талаптары жоғары, және де белгілі бір нормаларға, белгілі бір ұстандарға шақыру болып табылады. Авторитарлық тәрбие кезінде көбінесе шартты махаббат немесе баланы мүлдем қабылдамау сияқты эмоционалдық сезімдері туындауы мүмкін, және де бұл жерде тәрбиеге көп уақыт бөлінеді. Қарым-қатынас қажеттілігі қанағаттандырылмайды. Бақылау мен санкцияларына келетін болсақ, қатаң бақылаулар мен жазалауларды жүзеге асырады бұл тәрбие кезінде. Гипоопека. Гипоопеканы біз өзі ішінара үш негізгі топқа бөле аламыз. Ол либералды бақылаусыздық стилі, қадағалаусыздық, және де Кронс принцип бойынша тәрбиелеу. Либералды гипоопека кезінде шартты махаббат тәрбиеге аз уақыт бөлінеді, мүмкін шектеулерге мүмкін нұсқаулар қойылады, және де көбінесе бақылау мен санкциялары болмауы мүмкін. Қадағалаусыздық гипоопека кезінде баланы мүлдем қабылдамауы мүмкін, және де минималды түрде балаға назар аударылып, оның материалдық қажеттіліктері жеткіліксіз түрде қанағаттандырылуы ықтимал. Балаға мүлдем бұл жерге назар аударылмауы салдарынан бақылау мен санкцияларда жүйелі түрде орнықтырылмайды. Крон принципі бойынша тәрбиелеу кезінде бұл жерде баланы жиі қабылдамау эмоционалдық тұрғыда көрсетіледі, және де назар аударудың орнына балаға жиі сыйлықтар мен белгілі бір қажеттіліктерді өтеу барысындағы заттарды материалдық тұрғыда қанағаттандыру негізінде жүзеге асырылады. Қарым-қатынас қажеттілігі қанағаттандырылмаған екі жақ тарапынан да бұнда бақылау мен санкциялар бала күтушісі немесе туыстарына көбінесе баланың тәрбиесін жүктеп қою салдарынан балаға жеткілікті назар аударылмауы мүмкін. Эмоционалды қабылдамау. Бұнда эмоционалдық сезімдік негіздерге сүйенетін болсақ, баланы мүлдем қабылдамау болып табылады. Тәрбиеге аз уақыт бөлінеді, немесе мүлдем көңіл бөлінбеуі мүмкін. Материалдық тұрғысынан баланы қамтамасыз ету жеткіліксіз немесе материалдық қажеттіліктерін минималды қанағаттандыру негізінде жүзеге асырылады.
балага деген белгилүү бир назардын аударылуу төмен минималдуу түрдө орундалуу мүмкүн. Және де бакылоо менен санкциялары, катаң бакылоолор менен жазалоолорго көбүнесе сүйөнүп, балага деген ашык агрессиянын көрүнүшү, ата-ана көз карасынын баланын жеке басынын дамууна әсерин. Бул жерде негизи орнотуу түрлөрүнө келип токтолот болсок, түргө бөлө алабыз. Бул мейримдүүлүк, ызгылык, махаббат, айкын ийгиликтен чыгаруу, шамадан тыш талап, шамадан тыш камкорлук. Мейримдүүлүк, ызгылык, махаббат кезинде бала менин кызыгуучулугумдун орталыгы деген ата-анада ойлор калыпташууы мүмкүн. Және де бала менен деген карым-катнаш адиси кезинде мейримдүүлүк үндөө, балалар менен эркин ойноо сыяктуу іс-әрекеттер жүзеге асырылады. Баланын дамуу салдары бул жерде каапсыздык сезими, тууганын калыптуу дамуу бул негизги түрүндө байкалат. Келесі айкын ийгиликтен чыгаруу кезинде бул бала менен карым-катнаш орнотуу кезинде ата-ананын бул жерде мен балаларды жек көрөмүн, олар үчүн ренжимин, олар менин өмүрүмдү асан кесен чыгарды деген ата-анада ойлор тууындауы мүмкүн. Және де бала менен карым-катнаш адиси кезинде ийгиликтен чыгаруу, байланыстардан аулак болуу, катаң аракеттер, баланын дамуундагы салдары агрессивдүү укшалоо, эмоционалдуу дамуудун баяулануу сыяктуу дамуундагы сондай бир кедергилүү салдардын пайда болуу мүмкүн. Келесі түрү шамадан тыш талап. Бул жерде ата-ана тарапынан мен ол сыяктуу бала алгым келмейт деген ойлордун тууындауы, және де бала менен карым-катнаш кезинде мактоо эмес, мадактоо эмес, жиі ұрсуу, көңүлгө кеткен сөздөр айтуу сыяктуу бала менен карым-катнаш кезиндеги адистердин көрүнүгүн, және де бала дамуундагы негизги көзөтүү салдары көңүлсүздүк, өзүнө өзү күмәндануу, коркунуч, жалпы психикалык дамуунун сондай бир ауыткучулуктарын көрө алабыз. Тарапынан мен бала үчүн баарын жасаймын, баарын буга арнаймын деген ата-анада сондай ойлор туурайды. Және де бир өмүрлүк концепциясы, және де бала менен карым-катнаш адиси көбүнесе шапшаңдык, онун тәуелсиздигин шектөө, баланын көңүл-күйүнө бейимдүүлүгү болуп табылады. Карым-катнаш адиси бул жерде онун тәуелсиздигине көбүнесе шектөөлөр коюу, және де баланын көңүл күйүнө ата-ананын бейимделип жүрүүгө, жалпы өзүндүк эркин өмүр сүрүүнө уруксат берүү. Бул жерде баланын дамуундагы келесі биз салдарды көрө алабыз. Ол алюмиттенүүдүн баяулауы, тәуелсиздикти көрсөтө алмау, және де өзүндөй бир ийкимсиздиктин пайда болуу. Жалпы жеке туураны калыпташтыруудун стихиялык механизмдерин келип токтолот болсок, буларды биз мотивдүү максатка ауыстыруу, сәйкестендирүү механизми, әлеуметтик ролдерди кабылдоо және дамытуу механизми деп осылайша 3 багытка бөлө алабыз. Келесі тапсырманы ұсынамын. Окуучуларга тарбие берүүдө ошонун аткаратын рөлүн презентация көмөгү менен далилдеп бериңиздер.